Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге таразсыз, миксерсіз жасалынатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгіні басып қойып ұмытпаңыз, және видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыз. Бізге керекті ең алдымен 3 дана жұмыртқа және менде 200 граммдық стакан. Осымен 1 стакан құмшекер саламын. Вилкамен, яғни шанышқымен жақсылап араластырып аламыз. Және жаңағы 200 граммдық стаканмен 200 грамм айран құямыз. Тола 1 стакан айран құйдым. Тағы да араластырамыз. Жаңағы 200 грамм стаканның жарты стакан, яғни 100 граммдай сұйық май, қақ ортасынан сұйық май құйып, оны да құямыз. Жақсылап араластырамыз. 1 шай қасық қопсытқыш саламыз, разрыхлитель. Жақсылап араластырамыз. Және жаңағы 200 грамм стаканмен дәл сондай 2 стакан ұн саламыз. Жақсылап араластырамыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгіні басып, каналымның одан ары дамуына септігіңізді тигізіңіз, комментарияңызды қалдырып кетіңіз. Мен үшін маңызды. Дәл осындай қоюлықта болады, міне көріп тұрғандарыңыздай. Мен сіздерге көрсетіп жатырмын. Дәл осындай болады қоюлығы. Енді менде ыдысым 28 диаметрлік. Егер де сіздердің ыдыстарыңыз бұдан кішілеу болса, жақсы болады. Менде ыдысым үлкендеу болып кетті. Табамызға осылай пирогымызды салып шығамыз. Тегістеп бір келкі пісу үшін осылай лопаттың көмегімен жайып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта пісіп шығады. Өте жұмсақ, дәмді болып пісіп шығады. Және де осылай бетін мен майда-майда домалақ шоколадтармен сәндеп шықтым. Сәндесеңіздер де болады, сәндемесеңіздер де болады, өз еркілеріңізде. Айран, ашыған айранда болады. Мен қазіргі істегенім қатты ашып кеткен айран. Ашыған айранның дәмі мүлдем шықпайды. Көріп тұрғандарыңыздай каналыма тіркеліп, қоңырауша белгіні басып, каналым одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, комментария қалдырып кетіңіздер. Міне көріп тұрғандар өте дәмді, жұмсақ болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Мен күнделікті істеп жүрген рецебім.